Мәдина Бике, мынау менің сұрағым бір қатер қылғаннан, қауіп қылғаннан айтылатын ғой. Жалпы біз бәріміз осы тұрғыда сондай бір байқаған шығар, сұрақтардың көпшілігі уайым тұрғысында айтылып жатыр. Мында сіз жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз, шетелдік банкілер Қазақстанда өз елінің банкілік ставкаларын пайдаланады мүмкіндігі бар дедіңіз. Иә. Қазақстандағы банкілік ставка бізде қазір 14-25%. Ал мәселен Береке банканы сатып алған Катар еліндегі банкілік ставка 5-7%. Осындай 2,5 есе төмен. Осындай жағдай Қазақстандағы банк секторындағы бәсекелестік тепе-теңдігін бұзуға, қаржы нарығында былық тудыруға әсер етпей ме? Осы жөнінде сіздің ойыңызды тыңдайықшы. Рахмет. Құрметті Ермұрат Сейітқазыұлы, менің айтып атқаным, мысалы, несиені шетелдік валютада берсе, сол шетелдік валюта бойынша сол ставканың мөлшері төмендеу болуға тиіс. Бірақта осы валютный кредиттер бұрын бізде үлкен проблема болған, ол сөнген осы көп банкты көп стресстік активтер туындырды, көп проблемалар болды банктік секторда. Сіз өзіңіз оны жақсы білесіз. Сөнген ол банктерге көп мемлекеттік көмек көрсеткенбіз оларды құтқарып. Сол себептен валюттық кредиттер бойынша бізде өте қатаң біз қараймыз. Заемщик ондай валюттық кредитті алса, оның сондай кірістері болу керек. Сол валютада кірістері болу керек. Сол себептен ол онша дамыған жоқ бұл кредит. Бірақта сіз айтып атқан басқа банкта, Катардың банкінде ставкасы төмен болғаны, ол өз мемлекетінде төмен, себебі ол мемлекетте инфляция деңгейі төмен, және базалық ставкасы да басқа төмен. Сол себептен олар сондай ставканы қолданады.